Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қадірменді көрермен. Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін біз Қызылорда автобазарына келіп тұрмыз, достар. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін сіздер сұраған автокөліктерді түсіріп, іздеп табуға тырысамыз. Кездеспесе ешқандай да ренжімеңіздер. Mercedes 200E220. Қай жылға? 2 миллион 100 мың дейді. 94 жылғы. Ешкі ғой бұл. Әдемілеп сәнделген. 77-281-81-80 номерлі хабарласыңыздар. 2 миллион 100 мыңға беріп жіберем дейді. Көліктің сыртқы шанағы өте әдемі. Түсі де әдемі. Жасыл цвет қой. Жасыл түс. Бүгінгі ауа райы сияқты болып тұр бұл автокөлікте. Екі алды электропакет. Ешкі ғой, а? Nissan Primera автокөлігі. Көлемі 1.6. 96 немесе 97 ма? Бір қарап жүрейін. 97 жылғы автокөлік. 1,5 миллион деп қойыпты енді. Келсеміз дейді, 1.400.000 ма? Дискісі қарапайым екен. Салонның ішін көрсетейін. Номеріңізді айтыңыз аға? 705 825 0192. Осы нөмірге хабарласасыздар. Hyundai автокөлігі. Көлемі 1.6, 4 миллион 800 мың дейді. 2013 жылғы газ бензин. Титановый дискі, ақ түс. Нөмірі әдемі екен автокөліктің. Гос нөмірі. Артқы есігінің түсі басқаша қойылған секілді. Бамперінде де жұмыстары бар екен. Toyota автокөлігі. Toyota 40 нұсқа, 2007 жылғы газ бензин. Объемы 3,5, 4 миллион 800 мың теңге дейді. Баға деген. Кеше бірақ 5 миллионға да көрдік осыны. Шымкентте 5 миллион сұрап тұр. Енді егесімен сөйлесе. Toyota 30 автокөлігі. 2002 жылғы. Бұл автокөлік бензин екен. Титановый дискі. 4 миллион 200 мың. Кеше сұраған екенсіздер енді. Механик ма, автомат па айтып кетті. Бұл автокөлік автомат. Егес түсет деген ойдамыз. Себебі енді қатып қалған баға жоқ қой, саудаға жағымыз ғой. Сүннет қой негізі сауда деген. Саудаларсыңдар, саудада береке бар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Карина E автокөлігі. Toyota 92 жылғы бензин. 1.6 автокөліктің. Көлемі 1 550 мың дейді, түсет шығар. Егес, қазір нөмірін қалдырайын. 1.6 екен. Көлемі 1.6. Қарапайым дискі. Көліктің сыртқы шанағы жағдайы нашар емес. Жаңа нөмірге хабарласып көріңіздер енді. Ешқандай соғылған, ұрылған жерін көріп тұрған жоқпыз. Мына көліктен максимум десем Infiniti екен бұл автокөлік. Infiniti 2001 жылғы газ бензин 3 куб. 2 миллион 600 мың теңге. Әдемі көлге максимаға ұқсайды. Бір қарағанда автокөліктің нөмірін қалдырып кетейін. Бұл автокөлік автомат. Тағы бір автокөлік Passat. Сыртқы көрінісін дұрыстап көрсеттім деп ойлайын. За сколько будете отдать? 1 400. Номер айтыңыз. Это YouTube. Не надо? Ағам, не надо дейді. Toyota Camry 30 нұсқа. 3 миллион 600 мыңға берем, автомат дейді. 2 миллион 400 мың. Ақ түс, титановый дискі, әдемі. Автомат қой, а? Қандай вложение керек? Туман салу керек, туман.
екі тұман салу керек сосын болды ма? Бензин құю керек болды дейді. Номеріңді айтып жіберсең? 376 511 95 95. Осы нөмірге хабарласасыздар. 1.250 мың дейді. 89 жылға көлемі 2 ше? Автомат па? Қорабы автомат. Газ, бензин. Көліктің сырт шанағы жақсы сақталған. Титановый дискі. Мына жердің түсі кішкене өзгертті. Осы нөмірге хабарласасыздар. Mazda сұраған аға бауырларға 626 нұсқа Kronos қазақ учет. Сіздер орыс учет түсірмей қойыңыздар деп жатса, орыс учет түсірмеуге тырысамыз. Механика 93 жылғы бензин 1 800 000. Қаншаға бересіз? Окончательно 1 650 1 650 000. Окончательно. Нива автокөлігі қазақ учет 3 600 000 дейді. Қымбат па, арзан ба? Бұл туралы комментарийге жазып кетулеріңізді сұраймыз. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қоңырау жады басып қойыңыздар. Kia Carnival автокөлігі 7 орындық. Дискісі титановый. 2 миллион дейді. 2002 жылғы дизель 2.9 көлемі. Қазір нөмірін көрсетіп жіберейін. Қызылордадан негізі Mercedes автокөлігін ерекше сұраныста десек болады. Бұл парк. Қазір жылын қарап жіберейін. 97 жылға 2.8 3 400 000. Кішкене қымбаттау енді. Егесі түсет шығар. Сіздік ма? Түсет шығар егесі. Көліктің сыртқы келбеті әдемі. Volkswagen Golf автокөлігі 1 100 000 дейді. Миллионға берет жар енді бұл кісі нөмірі. 93 жылғы бензин 1.6 механикалық қорап болса керек. Автокөліктің сыртқы жағдайы орташа. Я, механикалық қорап. 1 миллионға жақсы негізі. Қандай шаруасы бар екен білмеймін. Звондап сұрасаңыздар болады жаңағы нөмірі. Mitsubishi автокөлігі 3.2-ге берем дейді. Дискісі титановый. Көптің сырты боялмаған ба? Родной краскасымен жүр. Автокөлік осы кезде оталып тұр. Номері Airtrack 2002 жыл газ бензин. Көлемі 2.2 екен. Жақсы автокөлік негізі. Қасында Шкода автокөлігі тұр. Хамелеон түс. Бұл автокөлік 2 миллион теңге сұрақ тұр. 2002 жылға 1.6. Сіздік ма? Иә. Нөміріңізді айтып жіберіңіз. Ненің? Телефон нөміріңіз. 747 054 78 44. Осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Қаншаға беріп жібересіз? 1 750 000-ге бермейсіз ба? 750 000-ға бермейсіз ба? 1 800 000 дейді окончательно. Көреміз ғой дейін, түсеміз ба? Хабарлассаңыздар айтылған нөмірге. Бізде Cherry Fora автокөлігі қай жылға? 2008 жылға автомат. Механика. Бензин 1.6 Бензин 1.6 көлігі. Көлемі қара түс. Номеріңді шығарып жібересің ба жерде? Бар ма? Қазір номерін көрсетейік. Осы екі нөмірге хабарласасыздар. Қанша? Окончательно 1 300 000-ға берем дейді. Nissan Maxima сұраған бауырларға. Nissan Maxima автокөлігі механика 2 250 000 дейді. 2001 жылға газ бензин. Автокөліктің көлемі 3 куб. Жақсы екен автокөліктің жағдайы. Алдыңғы фары скотчпен тұр. Жасауға болатын шығар.
Audi 80 автокөлігі, көлемі 1.8, механикалық қорап 91 жылғы 1 миллион дейді енді. Бір 100-200 мың теңге түсіп береді шығар. Ескі автокөлік, жаңағы шрот деп айтып атасыздар ғой. Енді болған қол жетпей жүргенде бауырларымыз бар. Осындағы ескі қалтаға қатты теппейтін автокөлік мінгісі келетін достарымыз да бар. Opel Vectra автокөлігі 94 жылғы 1.550.000 дейді. Кішкене қымбаттау сияқты. Механикалық қорап, 2 куб автокөліктің номері осы. Бензинмен ғана жүреді екен бұл. Mitsubishi Galant автокөлігі 1.200.000 деп қойыпты. Қазір нөмірін қалдырам. Сол нөмірге хабарласып көріңіздер. Түсіп қалар мүмкін миллион қалып қаларсыздар. Төбесінде багажнигі бар екен. Нөмірі 90 жылғы механикалық қорап. Жигули орыс учеті 650 мың теңге. Номер айтшы? Е? 71 821 2459. Осы номерге хабарласасыздар. Тағы орыс учет Жигули 950 мың 1.8. Міне номері 21.07.2008 жылы. Prior автокөлігі 1.300.000 дейді. Номері жылы ешнәрсе жазылмаған екен. Дисклері әдемі бір. Мынау 5-ші нұсқадағы 525-ші нұсқадағы BMW автокөлігі әдемі екен. E35 па 32 ма? Солай атылады ғой. 1.650.000. 91 жылғы. Механика, бензин. Көліктің сырты енді шоколад болып тұр ғой. Универсал Audi автокөлігі. Бур ABS CRS 2 миллион теңге. 93 жылғы, объемы 2.6. Номер жазылмапты енді өкінішке орай. Достар, бізде келесі автокөлік Vento 92 жылғы, көлемі 1.8, механика 1 миллион теңге дейді. Торг. Міне номері, осы номерге хабарласып. Механика ғой, а? Механика. Millennium автокөлігі. Бұл E320 газ, бензин, 370 тен тұрайып жүрген. Автокөлікке 4 миллион теңге ақша сұрап тұр. Автокөлік осынша отағып тұр. Қаншаға бей желесің, Мұрат? Қаншаға бей желесің? Әдем, е? Әдем сақталған. Қаншаға бей желен дейсің? 308 миллионға берем дейді. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, достар. Бүгін біз сіздер сұраған автокөліктердің барынша іздеуге, табуға тырысамыз.